Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше түрік елінің базлама деп аталатын лепешки нандарының рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы және де құрамы өте қолжетімді заттардан тұрады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жарты бокал жылы сүт және де жарты бокал жылы суымызды құямыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, салып, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Ең соңында үстінен кішкене сұйық май қосып, бетін жақсылап жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Ашыған қамырымызды алып, осылайша видеодағыдай сопақшалау етіп, қолдың көмегімен икемге келтіріп аламыз. Және де пышақтың көмегімен 6-7 бөлікке бөліп аламыз. Барлығын осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, барлығын осылай видеода көрсетілгендей дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қалғандарын біреуін жайып жатқан кезде, қалғандарының бетін целлофанмен немесе пищевой пленкамен жауып қойсаңыздар болады. Міне бізде осындай қатты жұқа, қатты қалың емес қамыр болып шығуы керек. Барлығын осылай дөңгелек жайып алғаннан кейін табамыздың астын қатты қыздырып, оның үстіне қамырды саламыз. Менде ол жер видеоға түспей қалыпты. Және де бір бетін 1-2 минут, екінші бетін 1-2 минуттан ұстап тұрамыз. Осылайша біздің лепешкаларымыздың арасы көпсіп дөңгелек болады. Осылайша лопатканың көмегімен шеттерін басып жіберсеңіздер, шеттерінің барлығы табаға тиіп, әдемі болып піседі. Видеода көріп тұрғандарыңызда қайта-қайта 2 бетіне аударып тұрамыз. Осылайша бізде дөңгелек болып, әдемі болып қамыр шығады. Барлығын пісіріп болғаннан кейін ертілген сары майдың үстіне майдалап укропты турап, лепешкаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Дәмі деген өте ерекше әдемі болып шығады. Кешкі астың жанына міндетті түрде осы лепешкаларды жасап берсеңіздер, ыстықтай міндетті түрде желініп кетеді. Ортасына сыр салып, неше түрлі заттарды салып, жесеңіздер де дәмі өте әдемі болады. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.